Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 95-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. 3 бала. Бір ауылда 3 бала, олар құрдас 3 жаста. Бірақ олардың қылықтары 3 басқа. Біріншісі жыңқ етпе, тиіп кетсең жылайды. Екіншісі бір қыңыр, ақыл айтсаң тулайды. Үшіншісі елгезек, бәрімізге ұнайды. Өлеңнің авторы Нұрқан Жанаев. Тапсырмалар. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде бір ауылда тұратын 3 бала туралы айтылған. Үшеуі де 1 жаста болса да мінездері әртүрлі. Бірі жылауық, бірі қыңыр, ал үшіншісі елгезек, жақсы мінезді бала. Екінші тапсырма. Өлеңдегі балалар туралы өз ойыңды айт. Өлеңдегі балалар туралы өз ойым, бұл өлең әр баланың мінезі әртүрлі болатынын көрсетеді. Бірінші бала тым сезімтал, екіншісі қырсық, ал үшіншісі бала тәрбиелі, ақылды, көпшілікке ұнайтын бала. Маған үшінші бала ұнайды, себебі ол елгезек және жағымды мінезді. Барлық бала да жақсы, бірақ мінезі жақсы болса, оны бәрі жақсы көреді. Екінші жаттығу мақалды көркем жаз. Бірінші байлық, денсаулық. Нешінші сұрағына жауап беретін сөзді тап. Бұл жерде бірінші сөзі нешінші деген сұраққа жауап береді. Үшінші жаттығу көп нүктенің орнына суреттерді қойып, сұрақтарға жауап бер. Мағжанда қанша? Мына суретте асық, яғни асық сөзін жазамыз. Қанша асық бар? Мағжанда 3 асық бар. Тауықтың неше балапаны бар? Тауықтың 4 балапаны бар. Торда неше құс отыр? Торда 1 құс отыр. Балалар, сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.